Қымбатты көрермен, ұлттық арна мен Қазспорт тікелей эфирде ақ олимпиададан хабар таратып, спорттық жарыстарды назарларыңызға ұсынады. Ал осынау байрақты бәсекеге жөнінде біз бүгін кеңінен әңгімелейміз, талқылаймыз. Студиямызға арнайы меймандарымыз да келіп отыр. Спорт журналисі Телжан Күдеров пен Бек Төлеуді арнайы Таңшолпанға шақырдық. Қош келдіңіздер. Армысыздар, аса қадірменді көрермен қауым. Енді қашанда байрақты бәсекелердің қасында жүретін ол өзіміздің еліміздегі нөмір бірінші арна, ол Қазспорт арнасы, және де Қазақстан ұлттық арнасы осынау байрақты бәсекеден ешқандай кеш қалған емес. Өзім енді 25 жыл осы жерде қызмет еткеннен бері байрақты бәсекелердің бәрін осы Қазақстан ұлттық арнасы арқылы көрермен назарына ұсынып келе жатқан жайымыз бар. Тамаша, енді барша көрермендер, барша қазақстандықтар осы бір олимпиаданы күтті асыға, және біздің спортшыларымыздан әрине міндетті түрде біз жеңісті күндерді, осы бір медальды мойындарына таққан сәтті асыға күтеміз. Жалпы сіздердің ойларыңызша біз осы олимпиададан не күтеміз және шамамен қанша медаль алуымыз мүмкін? Жалпы олимпиада ойындары ол енді 4 жылдықтың басты додасы, кешенді бәсеке, бүкіл спортшылардың негізгі мақсаты, жалпы олимпиаданың өзінің негізгі мақсаты бұл жүлде алу емес, қатысу. Сондықтан да жолдама жеңіп алудың өзі үлкен жетістік екенін біз көрерменге бұған дейін де айтқанбыз, тағы да көзі қарақты көрермен жақсы білу керек. Олимпиада ойындарының ең басты мақсаты қатысып, ол жердегі қазақ елінің осындай тәуелсіз мемлекеттің бар екенін барша жаһанға паш ету. Жаңа да айтып отыр, 95 елдің өкілдері келеді. Бұл енді сол 95 мемлекетке қазақ елі солардың арасында көк байрағымызды ұстап шығады. Қазақ елінің спортшылары бар деген бұл әлемге біздің елімізді тағы бір насихаттаудың бір түрі болып есептеледі. Енді олимпиада ойындарында барлық спортшы өздері жүлде алсам деп барады, ал енді жанкүйер қауым олардан әрине жетістік күтетіндігі жасырын емес. Сондықтан енді қазіргі соңғы эпидахуалға байланысты барлық спортшыларда түгел жаттығу жиындарында да өте қиын жағдайға душар болды, оның барлығы біледі. Жалпы енді бізге ғана емес, бұл бүкіл әлемде осындай талаптар орындалып жатыр. Сондықтан да жағдай бәріне бірдей. Дегенмен де енді соңғы 2021 жылы өткен маусымдағы қорытындыларға байланысты қарасақ, біздің енді спортшыларымыздың ішінде әлеуеті жоғары саналатын бұл әрине шорт-трек шеберлеріміз. Әлем кубогының кезеңдерінде біздің енді Әділғали Ахметов, Денис Никиша сынды спортшыларымыз жүлдегерлінде. Бұның өзі енді әлемдік бәсекесі жоғары елдердің енді негізін салушы оңтүстік кореялықтар деп есептеледі. Енді орыстар да, оның бер жағында қытайлар да осында жақсы нәтиже көрсетеді. Жалпы осы шорт-трекшілерден тартамыз. Содан кейін енді 2018 жылы оңтүстік Кореяда өткен олимпиада ойындарында Пхенчханда біздің енді фристайлдың могул шебері Юлия Галышева қарындасымыз қола жүлдеге қол созып бүкіл қазақ елін қуантқан болатын. Сондықтан енді Юлияны қазір есептен шығаруға болмайды. Ол енді әлем кезеңінде, әлем чемпионатында топ жарды. Сондықтан да осындай спортшылардан жүлде күтеміз. Жалпы енді қазақ елінің жанкүйерлеріне айтатынымыз, мынау енді 87 қазір біздің жолдама бар деп отыр. Оның көбінде жалпы спортшылардың саны 34-ақ. Мысалы үшін биатлонда бар жоғы 3-ақ спортшы кетіп бара жатыр, бір қыз, 2 жігіт. Олар бүкіл 6 дисциплина бар ма? Сол 6 дисциплинаның барында өнер көрсетіп шығады. Шаңғышыларымызда сол секілді. Сондықтан да бұл жолдаманың саны 87 болғанмен бүкіл үміт сол жаңағы 34 спортшыға артылатындығын айта кетейін. Енді бізде тікелей эфир болғандықтан қазір бір кішігірім үзіліске үзіліп алайық, содан кейін қайтадан әңгімемізді жалғастырамыз. Таң берекелі болсын, қымбатты көрермен, ұлттық арна Таңшолпанды жалғастырамыз. Енді студиямызға меймандарымыз келді. Жалпы олимпиада жайлы, Бейжіңдегі олимпиада жайлы біз талқылап отырмыз. Бек Төлеу мырза мен Телжан Күдеров мырза, қош келдіңіздер дейміз тағы да. Енді Бек аға, өзіңізден сұрай отырайық, жалпы спорт журналисті ретінде осы бір бәсеке, осы бір олимпиада көптен күткен барша спорттық дода енді біздің қазақстандар үшін. Жалпы қай спорт түрінен өзіңіз көбірек жазған ұнатасыз, және біздің спортшыларымыздың ішінен кімді былайша айтқан кезде алға тартып, кім жайлы ерекше айта отыратын едіңіз? Енді қайырлы таң қазақ елі. Біріншіден бұл қысқы олимпиаданың, бұл жазғы олимпиаданың өзіндік ерекшелігі бар. Шыны керек енді біз осы Қытайға бара жатқан құраманың спортшыларының саны бұрынғы олимпиадалармен салыстырғанда аз, яғни 34 спортшы бар деп отыр. Бұған дейін ең төмені 39 ба сондай болған. Осының алдында мысалға оңтүстік Кореяда өткен олимпиадада 46 спортшы бар. Яғни жылдан жылға азайып келе жатыр. Бірақ енді бастысы жаңа сан емес сапа ғой. 2010-нан бері бізде міндетті түрде бір қола болып келе жатыр. Сондықтан енді осы жолда егер бір медалі түсіп жатса, ол да енді жаман емес деп айтуға болады. Өйткені шыны керек біз өзіміздің қазіргі әлеуетімізді, мүмкіндігімізді айтуымыз керек. Жүлде нақты алатын дәл қазір бірде бір маман айта алмайды. Мына Қазақстан құрамасында мына спортшы
анық фаворит, анық медаль әкеледі деп. Бұндай, бірақ енді аламан дода болғаннан кейін кейде бір жарып шығатын адамдар болады. Күтпеген жерде, мысалы 98 жылы Прокашеваның өзін тіпті делегацияның өзі сенбеген, медаль алады деп. Өйткені ол бастапқы жаңағы қысқы спорт түрінде бір спортшы бірнеше қашықтық бойынша жарыса береді ғой. Ол конькиден жүгірді, мысалы, сол сияқты кейде болады сондай жағдайлар. Денис Тенді де марқұм 2014 жылы біз бірінші жаңағы қысқа бағдарламада 9-шы орында тұрып, Сочиде екінші күні еркін бағдарламада бірден 3-ші орынға көтеріліп кетті. Сондай таңғажайыптар, спорттың да бір ең басты бір құдіреті де несі де сондай. Олимпиаданың ең басты құдіреті. Олимпиаданың ең басты құдіреті деп айтуға болады. Сондай күтпеген тосын жағдайлар болады. Көрерменге де азарт береді. Осындай бір сонда алып келе жатқан спортшы егер алға шығып кетсе, немесе ешкім күтпеген, мысалы, өздеріңіз білесіздер, Баландинді да Рио Олимпиадасында ешкім алтын алады деп ойлаған жоқ. Сол сияқты сондай біз бір жұлқып шығатын спортшыларды күтеміз. Ал енді өзіме айтар болсам, жаңа сіздің сұрағыңызға, бұл енді қысқы спорттың ең бір әдемі түрлерінің бірі ол биатлон. Меніңше қазақ халқына бір биатлон бір жат деп айта алмаймын, өйткені ол жерде көз дейді, біз айтады ғой, мерген халықпыз деген сияқты. Осы бізде бір мамандар жетіспейді деп ойлаймын, осы спорт түріне дайындайтын, осы спорт түріне бір көңіл бөлетін. Тіпті Қазақстанда жаңа қысқы спорттың державасы бір отаны саналатын Шығыс Қазақстанда осы биатлонмен айналысатын 2 спортшы бар екен, құрамада жүрген қазір. Сондықтан бізге осындай жүлдені көп әкелетін түрлеріне мән беруіміз керек. Сол кезде жазғы спорт болсын, қысқы спорт түрі болсын, Олимпиадада осындай дисциплинасы көп дейді, яғни бірнеше жаңағы не бойынша бағдарлама бойынша соларға мән беруіміз керек. Сол кезде ол жаңағы негізі керек, яғни ол уақытты қажет ететін нәрселер бар. Соған біз ең бірінші ол жаңағы балалар спорт түрінен бастауымыз керек. Сол кезде ғана ол бір уақытпен келетін нәрсе, ол ешқашан спорт деген бір күнде аяқ астынан бола салмайды. Сондықтан сынға да неге де дайын болып, бастапқы кезден бастау керек. Сол кезде мектеп қаланған кезде ол міндетті. Жаңа енді Дмитрий Баландинді айтып қалдыңыз, өзге де спортшылар. Жалпы осы Олимпиадада Бейжіңде сіздің ойыңызша, көзқарасыңыз бойынша кім кенеттен жаңа жұлқып шығып, өзіңіз айтпақшы, барша қазақ елін таңғалдыру мүмкін деген бір азаматты атай аласыз ба спортшымызда? Енді жаңа Олимпиадаға баратын кезде біз жанкүйерлер ту көтеретін спортшыларға бір ерекше мән береді. Біздің жалпы спорт тарихымызда, Олимпиада тарихында ол боксшы Ермахан Ибраимов қана президенттен ту алып, алтын медаль әкелген, ол жазғы Олимпиада. Қысқы Олимпиадада енді ондай мүмкіндік болған жоқ, бірақ Смирнов 98-де ту алып барды ма? Мысалы, ол қола алды енді. Ол алдындағы алтын алған кезде ол ту ұстаған жоқ. Енді бізде міне Абзал Әжіғалиев екінші мәрте ту ұстап бара жатыр. Демек енді бір біз сенім бар. Қазақ баласының да бір қысқы спорт түрінен жүлде алып жатса, ол жақсы болар еді. Өйткені бұл ұлтқа бөліну емес, бірақ қанша дегенмен де қазақтың бір баласының қысқы спорт түрінен де бір еншісі бар екенін көрсету керек біз деп ойлаймын. Осынысы 30 жылдық тарихымызда егер бір қара көзіміз жүлде алып жатса, ол жақсы болар еді. Шорт-тректен Мәдіғали Қарсыбеков деген бапкеріміз бар. Оралдан бастап сол балаларды алып келе жатыр. 2000 жылдардың басынан қаншамасы жаңа Нұрберген Жұмағазиев деген мысалы карьерасын аяқтап кетті. Одан да басқа міне жаңа Абзал бар, Денис бар, басқа да жетті. Әділғали Ахмет те сол Оралдан. Сол балалар міне. Сондықтан Орал деген Орал жаңағы басқа да мынау тек қана қысқы спорт түрді біз солтүстік аймақтармен шектемеуіміз керек. Ол жаңа мысалы қарап отырсыз, жаңа өздеріңіз эфирден көрсетіп жатсыздар, Жанбот Алдабергенова, ол мысалы Шымкенттің қызы. Кезінде Жібек Арапбаева деген болды, мысалы жаңа ғана біледі. Сондықтан Жанбот Сочиде 6-шы орын алып жақсы нәтиже көрсеткен. Шорт-трекшілеріміз де сондай нәтиже көрсеткен. Сөздің қысқасы енді бір Абзал Әжіғалиев бір қола медаль әкеліп жатса жақсы болар еді. Әмин дейміз. Енді Телжан жаңа Бек мырза айтып жатқан кезде бір кішкене ішінде бір ашын айтып жатқан сияқты болды. Енді қашан біз осы бір емін еркін түрде міне қысқы Олимпиададан осы бір спортшымыз алтын алады, болмаса кемінде үштікке ілінеді деген сияқты осындай бір болжамдар жасаймыз. Неге осы бір қысқы спорт түрінен біздің спортшыларымыздың кішкене аяқ алысы, болмаса бір дайындығы, немесе ол жалпы осы жасалмай жатқан дүниелердің барлығы мемлекет тарапынан болмай жатыр ма, әлде қолдау көрсетілмей жатыр ма? Десе де қолдау көрсетіліп, спортшыларымызға деген арнайы бір шетелден бір бапкерлер керек пе?
Неге дәл осы бір мәселенің түйіні шешілмей тұр? Бұл енді өзекті мәселе, жалпы Иә. қысқы спорт түрлерінде де емес, ол енді Токио Олимпиадасы көрсеткендей біздің жазғы спорт түрлерімізде де осындай ахуал орын алып отыр. Дегенмен де енді қысқы спорт түрлеріне осы Олимпиада ойындарына барлық мемлекет тарапынан барлық жағдай жасалды. Ұлттық Олимпиада комитеті, еліміздің спорт комитеті түгел дерлік осы қысқы Олимпиадаға сақадай сай олардың мынау шетелдердегі оқу жаттығу жиындарының барлығына. Дегенмен енді қазіргі таңда біздің елімізде балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі аймақтарда енді осы қысы жақсы дамыған Қостанайда, Ридерде, сонымен қатар мынау өзіміздің Щучинскіде. Жалпы көп шаңғышылардың барлығы бұрын енді Щучинскіден шыққан болатын, анау Николай Чеботко деген марқұм болып кетті. Солардың барлығы. Енді қазір ізбасарлар жоқ емес бар, бірақ жаңағы бек айтпақшы оларға да уақыт керек. Кішкене мынау енді ұрпақ сабақтастығы, дәстүр жалғастығы бір-бірінен сәл үзіліп қалған кезеңдер болып отыр. Осы 2014 пен 2018 жыл аралығында. Міне сол үзіліп қалған кезеңдердің арасын қазір біз толтыра алмай отырмыз. Дегенмен де енді бұған дейінгі 4 жылдықта жастар шығады деген ойдамыз. Міне анау фристайлдың Городко деген қызымыз, ең жас қыз кетіп бара жатыр. Аяулым Амренова деген қыз бар олардың іштерінде. Міне солар тәжірибе жинақтап, олардың енді көпшілігі мынау спорттық кешендердің барлығы әлемдік талаптарды қанағаттандыратын. Қазақ елінде жоқ. Жалпы жаңағы фристайл могут олардың барлығы шетелдерде дайындалады. Сондықтан енді біздің ол жердегі мына Елена Круглихина сынды білікті маманның арқасында жаңағы Мәдіғали ағамыз сияқты білікті мамандар солардың басы қасында жүріп, өздері аш болса да бүкіл жақсының барын сол балаларға үйіп төгіп, нәтижесін көрсетіп отыр. Жаңағы міне ұрпақтар сабақтастығы дейміз, Абзал Әжіғалиевтан кейін Әділғали Ахметов шығып жатыр. Жоқ емес, бірақ аз ғана біртіндеп санаулы ғана саусақпен санарлықтар шығып жатыр. Жалпы енді жаңа айтады ғой, қазақ ел биатлон, шаңғы міне спорт түрлерінде де. Енді болашақта осы спорт түрлерінде бізде жақсы нәтиже көрсетеді деген ойдамыз. Дегенмен де бірақ өкініштісі осы жаңа жылдың алдында ғана елімізде қысқы спартакиада өтті. Ол жердегі көрсеткіш осы еліміздің бұған дейінгі нәтиже көрсетіп келе жатқан 5-6 аймақ, сол аймақтардан ғана жүлделеніп отыр. Жалпы бұл жерде де енді жергілікті жердегі спорт саласының басшыларына да тікелей қатысты. Солар мынау өз спортшыларын ұлттық құрама сапына іліндіру үшін барлық жағдай жасау керек, олар алға басу керек. Кейінгі кезде біз енді олар бір қимылдай бастаса, кішкене тексерулер жүреді, соған байланысты олар кішкене қорқып қалып жатыр да, сондықтан да аймақта спорт басшыларына тікелей байланысты деп мен айта аламын. Өйткені өз спортшыларын ұлттық құрама сапында көрсетіп жүр. Ал олар ұлттық құрама сапына ілінгеннен кейін олардың ары қарай барлық жағдайын жасау ұлттық құрама мүшелерінде. Сондықтан да енді бұл жерде анау болып жатты, кейде біреуді жақсы көреді, екіншісін жек көреді, бөлуде ондай жоқ. Енді қысқы спорт түрлерінде енді былайша қараңыздар өзіміздің қара көздерімізде саусақпен санарлық. Бірақ енді болашақта олардың қатары көбейеді деген ойдамыз. Өйткені жаңағы балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде шаңғыға, биатлонға назар ауып, үміттеніп жүрген жастарымыз көпшілік. Енді жалпы тәжірибе алмасу деген дүние бар. Мына жалпы кез келген командада мықтылардың арасында бір әлсіздеуді жүрсе, өзі қалай мықты болып кеткенін сезінбей жататын кездер болады. Ал енді керісінше болса, керісінше өзінің бір жақсы ойнап тұрған ойынын көрсете алмай қалатын кездер болады. Сол себепті бәлкім сол бір осы бір спорт түрінен мықты деген шетелдегі бапкерлерді, сол шетелдердегі жаңағы сол жандарында жүрген қатысушыларды өздерінің әріптестерін бірге шақырып, бәлкім сондай бір тәжірибе алмасулар жиі ұйымдастырып отыру керек шығар деген. Енді ол енді тәжірибе алмасу көп жағдайда жүріп жатыр. Енді біздің шорт-тректе де Оңтүстік Кореяның маманы келіп ол жерде кеңесші бапкер ретінде қызмет атқарған. Сондықтан енді бұлай бізде эксперименталь түрде жүзеге асып жатыр. Жалпы ол қысқы спорт түрлері емес, жазғы спорт түрлерінің барлығында да мынау жаттықтырушы кеңесші қызметтерін атқарып жатыр. Олар енді тәжірибе жинақтап алмасып, қазір енді мынау заман талабына сай интернет арқылы да көріп, олардың қандай жаттығу жинағын көбінесе енді былайша айтқанда әркім өз жаттығуын жекеше жатып, және ешкімге жасырына бермейді. Өзінің енді мынау көзір дейді ғой, негізгі бір ұрымтал сәтте атып ұратын сәттерін ол әр спорт өзіне жеке сақтап қалады. Сондықтан да біреу әр адам жеке, бес саусақ бірдей емес. Сондықтан да біреудің жасағанын екінші адам қайталау кей жағдайда қиын болып тұрады. Әркім өзінше бірдеме шығарғысы келеді. Сондықтан да ол әркімнің талантына байланысты, Құдай берген дарынға байланысты деп айтуға болады. Енді біреудің бабымен таласаң да бағымен таласпайды. Біздің спортшыларымыздың бағы ашылып дәл осы кезеңде Бейжіңде 2022-де енді көбірек сол бір үштікке ілінсе екен деген бізде тілек ниет қой басты. Енді бізде қорытындылайық, тікелей эфир болғандықтан уақытымыз өздеріңіздің жеке бір фавориттеріңізді енді жан-жақта қарастырмай, тек атауын есімдерін айтсаңыздар, медаль әкеледі ау деген спортшыларыңыз. Бек мырза, өзіңізден бастайық. Үш спортшыны атаңыз. Енді мен бұл олимпиададан бір көп медаль болады, тіпті бір медаль болу болмау, медальсіз келуіміз де мүмкін екен. Жоқ, мүмкін екенін айта кетейін. Сондықтан арық айтып семіз шығайық. Ол жаңа Галышева,
ол кім Абзал Әжіғалиев жаңағы Галатқа үш қызды айтты. Енді бұл көбінесе біздің тараптан да, көрермендер тарапынан да біліп отырған азаматтар ғой. Енді Телжан мырза, өзіңіз жалпы енді қымбатты көрермен, сіздерге айта кететіндігім, осынау Бейжіңдегі байрақты бәсекені Қазақстан және Қазспорт телеарналары тікелей эфирде көрермен назарына ұсынады. Біздің Қазспорт арнасы арнайы жобалар жасап жатыр, арнайы бағдарламалар күннің қорытындысы ретінде тікелей эфирге шығатын болады. Сол кезде біз қандай мүмкіндіктері бар, ертең қандай спортшылар жарыс жолына шығады, солар қандай медаль әкеледі, біз оның бәрін қазірде айтып жатырмыз, қазірде тоқтаймыз. Дегенмен де жаңа ауызға алған жігіттердің бастары, аттары аталып өтті. Енді Абзал Әжіғалиев, жаңа Денис Никишадан мен өз басым үміт күтемін. Павел Калмаков бар, фристайл могулда. Сол сияқты әрине Юлия Галышева міне осынау байрақты бәсекелерде ел намысын абыроймен қорғап, қазақ елінің көк туын көкте желбіретеді деген ниеттеміз. Біздің енді ол жерде арнайы түсірілім тобымыз қызмет атқарады. Сондықтан да Пекиннен де Ақжолтай жағымды жаңалықты сіздер Қазақстан телерадио корпорациясы арқылы, оның ішінде осы Таңшолпан болсын, басқа да жаңалықтар Қазспорт арқылы көрермен назарына тікелей эфирде сол сәтте ұсынуға біз қызмет ететін боламыз. Тамаша. Енді дәл осы бір сәтпен өмір сүріп, қымбатты көрермендер, Телжан мырза айтып кетті, Қазақстан ұлттық телеарнасынан және Қазспорт арналарынан осы бір байрақты бәсекені сіздер де тамашалай аласыздар. Ендеше отандастарымызға, қазақстандықтарға бірге жанкүйер болайық. Ал біз меймандарымызға таң сәріде Таңшолпанға келіп, сұхбат бергендеріңізге, сауалдарыңызға жауап бергендеріңізге алғыс білдіреміз. Әлі де талай Таңшолпанда тікелей эфирде жалпы осы жарыс барысында біз әлі талқылай жатармыз. Ендеше таң берекелі болсын дейміз, алғыс білдіреміз. Қымбатты көрермен, алыстамаңыздар, бір минуттан кейін өздеріңізбен қайта қауышамыз.